Қайырлы күн қыздар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын кекс дайындайтын боламыз. Ал кеттік. Ең алдымен таза құрғақ ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, оған қант қосып жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегімен миксерлеп аламыз. Аппақ пена болғанша миксерлейсіздер, қант әбден еруі қажет. Осындай масса болуы керек. Одан кейін оған жылы сүт қосамыз. Ерітілген сары май қосасыздар. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп алып, оған 1 қасық қамыр қопсытқыш қосып, оны осы массамызға құямыз. Жақсылап миксерлеп аласыздар. Осындай қою қамыр шығуы керек, тым сұйық болып кетпегені дұрыс болады. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. Осы қамырымызды алып, енді формаға құйып шығасыздар. Формаға құйып алғаннан кейін шоколад қосамыз. Менде осындай ұсақ шоколадтар қостым. Және де вареный сгущенка қосасыздар. Вареный сгущенка қосқан кезде өте дәмді болып шығады. Осылай мен 4-5 жерден сгущенканы салдым. Енді осыны қызып тұрған пеште 30 минутқа салып аласыздар. Біздің кексіміз пісті. Енді қазір суығанын күтеміз. Кексімізді формадан алған кезде астыңғы узорларымен осылай әдемі болып шығады. Өте жұп-жұмсақ, өте дәмді. Қазір міне сіздерге кесіп көрсетемін. Осылай кесіп столға қойсаңыздар болады. Шоколады барлығы еріген, сгущенкасы ортасында. Өте дәмді кекстардың бірі. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз.